Еков кз порталында соттан тыс банкроттық процедураны қолдану туралы өтініш беру қызметін алу үшін Еков кз порталында авторизациядан өтіңіз. Басты бетте азаматтарға кеден және салықтар, экономика және қаржы бөлімін таңдаңыз. Соттан тыс банкроттық процедураны қолдану қызметіне тапсырыс беру қызметін таңдап, онлайн сұрау батырмасын басыңыз. Ұсынылған өтініш түрлері ішінен соттан тыс банкроттық процедураны қолдану туралы өтініш беруді таңдаңыз. Әрі қарай экранда пайда болатын хабарламамен танысу қажет. Таныстырылды бөліміне белгі қойып, жалғастыру батырмасын басыңыз. Келесі мәліметтерді көрсетіңіз. Мекен-жай деректері, некеде болған жағдайда ерлі-зайыптылардың ЖСН нөмірі, кредиттері бар қаржы ұйымдары туралы мәліметтер. Салық органын таңдап, қажетті құжаттарды жүктеңіз. Егер сіз некеде болсаңыз, егер сіз атаулы әлеуметтік көмек алушысы болсаңыз, егер міндеттемелерді орындау мерзімі 5 жылдан асса, аталған пункттарға белгі қою қажет. Әрі қарай, сіз келісім қадамындағы элементтерді тексеріп, белгі қоюыңыз керек. Өтінімге қол қоюдың қолжетімді әдістерінің бірімен қол қойыңыз. Некедемін тармағын белгілеген кезде жұбайы немесе зайыбы жеке кабинетте өтінімге келісім береді. Келісуші растағаннан кейін өтінім мемлекеттік органға жіберіледі. Қызметтің нәтижесі жеке кабинетте шешімге сілтеме түрінде пайда болады. Шешімді Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің сайтынан көруге болады.